Қайырлы күн, автосүйер қауым. Менің кондиционерім Honda CR-V ERD1. Кондиционерім тек қана максималкада ғана істейді. Минимумға қойсам, істемей қалды. Ютубтардан қараған кезінде, мынандай рестарт деген бар, соны сатып алу керек болды. Осы жанып кеткен деді. Бұны бағасын Қазақстан бойынша таптырмай, таптырса 25 мың теңгеден кем емес. Оны қалай жөндедім? Қалай жөндегеніме келетін болсақ, ең бірінші осыны ашып көреміз. Міне ішінде мынандай нелер бар. Енді бұл жерде тестермен тексерген кезеңде мынаның ішінде термопредохранитель деген болады. Міне жаңасын алып қойдым. Бұл магазинде 200 теңге, электротовар магазиндерінде 200 теңге тұрады. Міне ол мына жерінде тұрады. Тестермен тексерсеңіз, міне ешқандай әрекет жоқ. Ал негізгі бұл өткізіп тұру керек. Міне жаңалар өткізеді. Яғни осы жанып кеткен. Осыны ғана ауыстырасыздар, сол кезеңдер. А бұлай бұнсыз төменгі қойсаңыз істемейді, жоғары қойсаңыз. Міне мынау термопредохранитель деген болады. Мен қойып жатырмын 10 амперлік. 130 градус Цельсияға дейін көрсететін. Енді негізгі қойылу керек 15 амперге, мен 10 амперді қойдым. Енді осыны ауыстырып көреміз. Мына жерде шешіп аламыз. Мына жерде екі неден ғана тұрады. Тексеріп көрейік. Міне бәрінде істеп тұр. Басында тек қана максимумда ғана істейді. Міне мынаны 25 мың теңгеге іздеп сатып алғанша, жаңа кішкентай ғана 200 теңгелік предохранительді ауыстырып өзіміз жөндеп алуға болады екен. Рахмет.